Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю профессор-преподавательский состав и весь коллектив Академии гражданской авиации, а также нашего авиационного колледжа с Днем Учителя. Миссия педагога всегда и везде считается важной, ответственной и уважаемой. В нашей стране образованию в последнее время уделяется большое внимание и в обществе, и на всех уровнях государственной власти. Это еще раз подтверждается словами нашего президента Касым-Жомарта Токаева в своем послании народу Казахстана от 1 сентября этого года. Он отметил, что сейчас как никогда требуются мотивированные и квалифицированные педагоги. По исполнению поручений главы государства и Министерства образования руководством Академии в начале учебного года повысило заработную плату, а также приняло и другие меры материального стимулирования. По ряду позиций эти показатели намного выше, чем в других вузах нашей страны. Мы надеемся, что профессор-преподавательский состав по достоинству оценит такое внимание и будет работать с еще большей самоотдачей и ответственностью, проявляя творческий и новаторский подход к обучению наших студентов. Кроме этого, за последние годы в Академии в соответствии с программой нашего развития до 2025 года происходят и другие заметные преобразования, такие как улучшение качественного уровня профессор-преподавательского состава. К нам пришли авиаторы, практики и новые ученые. Академия стала готовить собственных докторов наук. Активно привлекается сотрудничество специалистов известных авиационных вузов мира. Отдельно хочу отметить важность того, что специальные знания, навыки студентам давались в соответствии со стандартом, авиационным стандартом ИКАО, ИАСА и ИАТА, а также с хорошим знанием английского языка. Не менее важно, чтобы наши преподаватели, да и все работники Академии строго соблюдали принципы и требования Кодекса академической честности и антикоррупционного стандарта, и требовали это со своих студентов. Только совместными активными усилиями можно будет достичь общую главную цель – сделать наш вуз конкурентоспособным на мировом рынке. Уважаемые друзья, я уверен, что мы с вами вместе успешно решим все стоящие перед нами задачи. Для этого у нас есть все условия и предпосылки, а также необходимый потенциал. День Учителя. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов, удачи и дальнейшего процветания нашей Академии. Құрметті әріптестер, азаматтық авиация академиясы мен авиация колледжінің мамандары, оқытушы құрамы, профессорларымыз бен мұғалімдарымыз, сіздерді шын жүректен мерейт күндеріңізбен құттықтаймын. Мұғалім деген миссия ол үлкен миссия, маңызды миссия. Бүгінгі таңдағы еліміздің даму саласына қосылып жатқан үлкен үлесі қосылып жатқан миссия. Оған ел мемлекетінің ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі осы соңғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында айтып өтті. Бізге мотивацияланған және білекті мамандар, педагогтар қажет екенін. Және де сол елбасымыздың тапсырмасы бойынша және білім министрінің тапсырмасы бойынша 1 қыркүйектен біз ақы төлемін ұлғайтуға шешім қабылдадық. Ол позициядан біз біраз өзіміздің әріптестерімізден алдыда кеткеніміз белгілі. Сондай-ақ біздің алдымызда қойған 25 жылға дейінгі халықаралық деңгейге жету жоғарғы оқу білімін орнына қойған жоспарларымыздың біраз жетістіктеріне бүгінгі күні жетіп отырмыз. Ол біріншіден сапалы мамандар, сапалы оқушылар керек екендігін, содан саладан келген білекті мамандар арамызда толтырып жатыр. Және де шетелге халықаралық авиация вуздарының мамандарында жұмысқа қазіргі кезде шақырып жатқандарымыз бар. Және біздің бүгінгі таңда студенттерімізді халықаралық авиация талаптарына сәйкес жоғарғы деңгейде маман ретінде дайындау жоспарларымыз, білікті аңғылша тілін білу талабын қойып отырмыз. Оның бәрі бүгінгі күні орындалатын шаруа. Және де біздің авиация академияның колледждің мамандарының қазір кезде адалдық кодексін және де сыбайласқа жемқорлыққа қарсы стандарттамаларын орындау талаптарына сай болуына және де оны біздің студенттерден талап етуіне керек екендігін өздеріңіз білесіздер. Құрметті ұстаздар,
сіздерді мереке күндеріңізбен шын жүректен тағы да құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға береке, бірлік, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болып, алдымызға қойған үлкен жоспарларға жетуге бәрімізде бір білектен күш салып, сол келешектегі білекті азаматтық авиация саласының даму мамандарын даярлауға барлық өзіміздің талабымызды кетірейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Дорогие преподаватели, поздравляю вас со Всемирным днем учителя. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, счастья и благополучия. От имени студентов хочется поблагодарить вас за большой опыт, за большие знания и за большую уверенность, чтобы идти вперед. Также мы очень сильно рады, что у нас в Академии есть опытные, квалифицированные преподаватели, которым мы можно доверять на все 100%. Барлық ұстаздар қауымын төл мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздарды жылына бір болатын мерекелермен құттықтау әрбір адамның міндеті. Өйткені үлкен басшыларды, атақты жұлдыздарды, қарапайым жұмысшыларды ұстаздың тәрбиесін алған. Қымбатты да қадірлі ұстаздар қауымы, осынау ауыртпашылығы мен жауапкершілігі мол кәсіпті атқарып жүргендеріңізге көп рахмет айтамыз. Ұстаз болу аса маңызды және өте қиын. Өйткені ұстаз білім ғана беріп қоймайды. Ұстаз баланы болашақ үлкен өмірге дайындап, қажетті кеңестермен. Адамдықтың шегінен аспайтұғын ұстазым, адалдықтың жолынан баспайтұғын ұстазым. Қылығыны шаланың саспайтұғын ұстазым, құпиясын баланың ашпайтұғын ұстазым. Қиындықты жеңгуден қашпайтұғын ұстазым, әзіл қалшың айтып та тастайтұғын ұстазым. Көңіл күйі әркімнің көре білген ұстазым, бойында бар білімін бере білген ұстазым. Ізгілікті нұрларын төге білген ұстазым, әр жүрекке гүл сезім еге білген ұстазым. Шапағатын балаға себе білген ұстазым, баянына бақыттың сене білген ұстазым. Ізгі ниет арнасы тола берсін ұстазым, жүрегіңіз елім деп соға берсін ұстазым. Жадыңызда жақсылық қала берсін ұстазым, ұрпағыңыз ұлылық ала келсін ұстазым. Әр уақытта денсаулық бола берсін ұстазым, басыңызға бақ құсы қона берсін ұстазым. Поздравляю всех преподавателей гражданской авиации с профессиональным праздником. Я желаю вам от чистого сердца крепкого здоровья, счастья, благополучия. И эта песня посвящается вам.
Ыбырай Алтынсарин, араз бол кедей болсаң ұрлықпенен. Араз бол кедей болсаң ұрлықпенен, кете бар, кетсе басың шындықпенен. Қоректап бейнеттенді тәңір жәрдем, тілмірме бір адамға мұңдықпенен. Адамды бір өзіңде көзіңсіз бе, бір әділ қазынас кең патшаңды ізде. Қорексіз еш пендесін қалдырмайды жаратқан бір тәңірден күдер бе. Мақтанба, бақыттымын деп бағыңызға, қартаймақ қиын сауда тағыңызда. Іске аспай бақ дәулеттің халы оңай басыңнан бақың тайған шағыңызда. Мақтанба, сұлумын деп ажарыңа, ажарсыз адамдарды ал назарыңа. Зұлхия мен Жүсіппен сұлу өткен тұрмаған ажар ара ажалына. Жүйрікте болмайды көріксін алмаған, бақтайса ерге дәулет құралмаған. Меңзеген асқар тауға есіл көңіл дүниеден еш нәрседен тыналмаған. Арқмал жан жолатпас бір жолданса, пенде ойлар кіммін деп бір малданса. Қадамы әзіздердің ұзамайды, жігітке бақыт сіркін сырт айналса. Ағайын жат болады алыс болса, болады жатта жақын таныс болса. Достарың дұшпан түгіл табалайды аяғын бір нәрседен шалыс болса. Асылы зылымдардан лайланды, дүниені маған десең шыр айналды. Үй түрер жақсыға да жаманға да, қалмаған бірақ сауал Құдайдан. Бақыт бар көрінбейтін арақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке. Оятқан сансыз алғыс жаратқанға, қалдырмас өмір атты жолда жалғыз. Барыңды бағалада тәубаңа түс, жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барды Аллах алғыс. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес едің. Жақсы сөз